Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айдарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап сөйлеңіздер. Сәттілік тілеймін. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз қожайындарға жерлерді игеру. Ол тақырыпқа бірінші тоқталмас бұрын, ең бірінші біз топқа бөлініп алайық, үш топқа. Тақтаға шығып, ұялы телефондарыңызбен, QR арқылы бөлініп алайық дегенізбен. Қараймыз. Жылдық кезеңде Қазақстанда орын алған әлеуметтік жақсы. Әке қол көтеріп айтайық. Қол көтеріңдер, адамдар қол көтеріп қойып. Келесі. Қайраткер Ұлжан. Қонай. Жақсы. Жастар. Жақсы. Келесі. Яғни бұл кім деседі? Алина. Жас тұлпар. Тұрса? Жақсы. Тұрса екен, жарайсыз. Келесі? Нұрсұлтан? 1978 жылы сәуірде. Жақсы. Отырамыз. Жарайсыз. Келесі? Ксұр әскерін енгізген ел? Алмасқан. Жақсы. Келесі? Бағалаға шығарма. Қойдады. Қайсы айтасыңдар? Тамыр? Егер жасаған туралы? Жыр, иә? Жақсы. Келесі? Кітапханадан алып бағалаға шығарма. Азия. Азия. Өте жақсы. Жарайсыз. Келесі? Көкөпағы Қазақстан аумағындағы автономияны құру туралы шешім қабылдаған қай жылы? 78 жыл қыста. Деп ойлайсыз? Ойламайсыз. Көктемде. Жақсы. Келесі? Автономия құруға кірмейтін аймақ. Қайсы? Көкшетау. Қайда? Қайсы? Ақтөбе облысы екен. Жауап жоқ. Келесі? Құрылыс жоспарлаған еліміз автономиясының құрамына кіруі тиіс аймақ. Қарағанды. Санитарлық дұрыс. Жарайсыз, санитарлық. Келесі? Неміс автономиясының орталық ретінде жоспарланған қала. Ерейментау. Жақсы, Нұрмұхамед, жарайсыз. Дұрыс емес, негізі санитарлық келіп қалды. Көкөпірдің 28-ге кейін ақталған қоғам қайраткері. Қоғам қайраткері. Аян Асфендияр. Жақсы, Аян. Қоғам қайраткері деп тұр ғой. Келесі, Сталин телефонды қабыл айтқан сіз көкөпірдің қаншасын сезеді? 26-шы сезді. Қазақстан көкөпір орталық комитетінің бірінші хатшысы кім болды? Яғни
бала жатқызу. Жақсы. Келесі. ККП-ның 28-ден кейін ақталмаған тұлға. Кім дейсіз? Қайсы? Бас. Елдің жылдың егер идеясын қолдамаған үшін қызмет босатылған тұлға? Шаяхметов. Ғылым академиясының президенті кім болды? Жақсы. Егер жаза туралы журналдаған еңбек? Азия. Мәскеуде Қазақстан студенті жақсы, жарайсыздар балалар. Үй тапсырмасы етіп бұл, иә? Енді қарайықшы балалар, мына суретке назар аударайықшы. Суретке назар аударсақ, не есімізге түседі? Жалпы біздің алдындағы тақырыбымыз 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістен басталды, иә? Содан кейінгі неді? Одан кейін соғыстан кейінгі жылдар, иә? Қазақстанның соғыстан кейінгі жылдардағы көрінісі көрініп тұр. Жақсы. Бүгінгі тақырыбымыз балалар, тың игеру жылдарындағы Қазақстан. Келесі, қарайықшы балалар. Яғни бұл тың игеру жылдары дегеніміз біздің Қазақстан деп айтқанымыз, ол кімнің құрамындамыз? СССР-ның құрамындамыз, иә, жақсы. Яғни соғыстан кейінгі біздің жағдайымыз қандай болды? Ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы болсын, өте төмен болды, иә. Себебі соғыстан кейінгі ер азаматтарымыздың санының қысқаруы, және де мал шаруашылығының шығыны, адамның шығыны, бұның бәрі бізге кедергісін тигізді. Яғни 2003 жылы, яғни Кеңес одағы ККП орталығының бірінші хатшысы Хамит шешімімен және тыңайған жерлерді игеру жобасы істеді, басталды. Яғни ол бізде жалпы Қазақстанда 1954 жыл басталды және тыңайған жерлерді игеру. Ол әсіресе Қазақстан жерінде белсенді жүзеге асырылды. Яғни оның территориясы қай жерлерді алып отырды? Тыңдаймыз, мұқият тыңдаңыздар, мен тапсырма орындаймыз. Яғни 54-60 жылдары Қазақстанда шамамен 25,5 миллион гектар тың және тыңайған жерлер жыртылды. Яғни Кеңес одағы бойынша жалпы 54-55 жылдары 29 миллион гектардың тың және тыңайған жерлер игерілді, оның ішінде Қазақстан үлесі 18 миллион гектар. Яғни бұл дегеніміз тың және тыңайған жерлер дегеніміз соғыстан кейінгі эрозияға ұшыраған жерлерді қандай? Қайтадан қалпына келтіру, иә? 10 жылдықта бүкіл кеңестік бойынша 420 миллион гектар істеді. Неге келтірілді қайта, қалпына келтірілді. Енді қараймыз, Қазақстан халқы 29 миллион адамға, яғни 39 мың неге жетті, пайызға өсті. Яғни енді бұл соғыстан кейінгі жағдайымыз ғой, иә? Одан кейін тың игеру саласында халықтың саны 60 пайызға өсті. Енді қандай біз жаққа? Жақсы жағына қарай өсіп жатыр, иә? Енді қараймыз, 54-60 жылдар Қазақстанға КСР-ның еуропалық бөлігі шамамен 2 миллион адам қоныс аудара бастады. Алғашқы жылдарында Қазақстанда 250 мың адам келді. 56 жылы 640 мың адам тың игерушілер келгенін естеді, жазылады. Келесі, мына жердегі көріністі көріп балалар, тың және тыңайған жерлер кезіндегі біздің астық өндірісі туралы, яғни сол кездердегі 106 миллион тоннаға жуық болғандығын көрсетіп тұр екен. Жақсы жағымен проблемалар туындап отырды, иә? Бірден біз кереметтей болып кеткен жоқпыз. Енді бұл жерде қандай проблемалар? Қараймыз. 1960 жылға қарай Қазақстанның тың далаларында шамамен 9 миллион гектар істеп отырды, жер эрозияға ұшырады. Яғни құнарсыздандырылды деген сөз ғой, иә? Құнарлығы өздігінен жоғалды. Яғни ол ненің салдарынан? Жердің
кей аймақтарда егістік өрісі қалпына келтіру қиынға соқты дейді. Яғни егін өспейді, жер құнарсыз болғандықтан. Келесі табиғат балансы бұзылды, шөптік жерлер жайылымдар қысқарды, су көздері кеуіп, елік жүйелерге істеді, зардап шекті дейді. Келесі әлеуметтік және мәдени әсері қандай болды бізге? Яғни қазақтың мәдениеті мен тіршілік тілдік ерекшеліктері әсерге ұшырап, ұлттық сана мен салт дәстүрге қатерге түсті дейді. Яғни бұл дегеніміз қандай? Біз қазақ болғанмен бәрібір біздің неміз қаға бұрып тұрды, Ресейге баштарға бұрып тұрғанымыз. 1929 жылы қазақ халық санағы бойынша Қазақстан Республика халқының 29% ғана құрады. Сонда қандай? Азақ, 29% дегеніміз жақсы. Тың игеру нәтижесінде Қазақстанда көп ұлттық қоғам қалыптасты, қазақтар саны қысқарды. Жақсы. Келесі осы жаңағы тұрған жерлерді қорытатын болсақ, балалар, тың игеру арқылы Қазақстанда алқабына үлкен алқап айналды. Егін көлемінде өнімділігі біршама өсті, бірте-бірте. Бірақ бұл жобаның ұзақ мерзімі неге асқан жоқ? Өнімділік жағынан неге асқан жоқта экологиялық қиындықтарға ұшырап отырдық. Тың игеру Қазақстан тарихындағы үлкен әлеуметтік, экономикалық және табиғи бетбұрыс болып есептеледі. Яғни бұл дегеніміз балалар, тың және тұрған жерлерді игеру жалпы бізде Қазақстандағы осы 1954 жылдардағы ең үлкен жаңағы салалардың бірі. Жақсы. Енді сабақты түсінген болсақ, осы өткен тақырыпқа байланысты тапсырмамызды орындайық. 3 топқа бөліндіңіздер. Енді мен сіздерге ең бірінші таңдаңыздар болған мына жерге қараңыздаршы балалар. Мен сіздерге топтық жұмыс беремін. Яғни бірінші топтық жұмысы тың игерудің барысын, кезеңі, процесі кесте арқылы сипаттайсыздар. Бірінші топ сіздер ма? Екінші топ Қазақстан аумағына тың игерушілерді қоныстандыру саясатын сот кестесі арқылы талдайсыздар. Яғни дискриптивтер көрдік қой, жаңағы несі арқылы әлсіз жақтары, күшті жақтары деді. Үшінші топқа тың кестесі тың игерудің жағымды, жағымсыз жақтарын жазасыздар. 3 топқа. Жарай ма? Бірінші топ сіздерге кезең процесс арқылы кезеңмен жазыңыздар. Сол сіздерге кесте қылып сызбасаңыздар болады 3 топқа. Неге бөліп? 4 топқа 2 топ күшті жағы, әлсіз жағы. Сіздерге тың кестесі арқылы. Мына жерге дискрипторға қарап отырыңыздар балалар. Дискрипторға назар аударайық. Қараңыздар. Жалпы 4 балмен бағаланады. Үшінші топ сіздер көрдік па? Орында болыңыздар. Ақылдасып, кішкене назар аударып отырыңыздар. Жұмыс істеп отырыңыздар. Марка кестесі арқылы тың игерудің жағымды, жағымсыз жақтарын жазу. Тың игерудің жағымды жақтары ол астық өлшемі артты, елде азық-түлік қоры көбейді. Және жаңа қалалар, ауылдар салынып, инфрақұрылым дамыды. Жаңа техникалар келді және ауыл шаруашылық саласы игерілді. Тың игерудің жағымсыз жақтарына келетін болсақ, бізде жер эрозияға ұшырап, табиғатқа зиян келді. Қазақ халқының ұлттық үлесі азайды. Әлеуметтік мәселелер мен тіл мен мәдениетке қысым күшейді. Жақсы, келісеміз ба? Қазақстан аумағындағы игерушілерді қоныстандыру саясаты сот кестесі арқылы талдаңыздар. Күшті жағы халық саны өсті, жұмыс орындары ашылды, қоныстандыру арқылы ел экономикасы дамыды, жұмыс істеу уақыты ұлғайды, жаңа технологиялар келді, елді мекендер саны өсті.
Aytishicha, birinchi qazaxlarning soni azaydi, ikkinchi әлеуметтік қиындықтарға ұшырады, үшінші бейімделу қиын болды, төртінші жергілікті халықпен түсініспеушілік орын алды, бесінші тұрмыстық жағдайлар жетіспеді. Келісеміз ба? Дайындық 1953-1954 жылдар аралығындағы жоспар қабылданды. Тың және тыңайған жерлерді игеру жоспары құрылды. Ең үлкен жоспардың бірі болып саналды. Алғашқы игеру 1954 және 1955 жылдар аралығында орын алды. Жер жыртылып, алғашқы егін егілді. Жаңа ауылдар құрылды. Кеңейту 1955-57 жылдар аралығында орын алды. Егіс көшелері ұлғайды, егін көбейді, астық өндірісі дами бастады. Қиындықтар 1957 және 1960 жылдары өнім жоғары болды, бірақ табиғи экологиялық қиындықтар байқалды. Салдар 1960 жылғы топырақ тозуы, эрозия, өнімнің тасқындалған соғыс салдарынан егін өндіруі қиындады. Келісесіздер ма? Енді сіздерге жұптық жұмыстар атамын, екеу ара біреу орында белгілеп бересіздер, жарай ма? Аты жөндеріңізді төбесіне жазып қойыңыздар, мен тексерген кезде. Екеу ара біреу таратып алыңдар. Екеу ара біреу таратып алыңдар. Аты жөндерін жазып қойыңдар. Жұптарыңызбен аты жөндерін жазып қойыңыздар. Өйдің тасына қараңыз, кесім картаға кімге келген облыстардың аумағын белгілеп, неге осы облыстардың жері таңдап алынғаны туралы түсіндіресіздер? Не себеппен сол қалалар таңдалды? Бұл жерде ең облыстардың аумағы Қарағанды аумағы. Бұл аймақтарда жазық даулар көп, топырағы қара жері, қара қоңыр ескерту болған. Климат егін шаруашылығында болады. Bir toplantı okuysanız, bir okuşta okuysanız kalkanlar jilap бересіз, аяқ Тың игеруге таңдап алынған қалалар олар Орал, Көкшетау, Павлодар, Ақмола, Қостанай және Шығыс Қазақстан аумақтары жатады. Себебі бұл аумақтардың таңдалу себебі ксро одағы сол аумақтан қазақ жерлердің осы қалаларын таңдалуы, жердің құнарлы болуы, көптеген жерлердің эрозия ұшыраумен қалуы. Тың игерген облыстар Ақмола, Қостанай, Павлодар, Көкшетау, Солтүстік Қазақстан және Торғай облыстары. Бұл аймақтарды таңдау себебі бұл жерлерде кең байтақ бос жасаған құнарлы қара топырақты далалар болды. Яғни жауын-шашын мөлшері астық өсіруге жеткілікті болды. Сол себепті келесі, балалар жұпты жұмыс маған қалған жинап бересіңіздер, аты жөндеп жатып, мен үйден келесі балалар, жеке жұмысқа аты жөндеріңізді жазасыздар. Мына жерге келісем, келіспеймін деп плюс минус қойсаңыздар болады. Болмаса я жоқ деген сияқты белгі. Аты жөндеріңізді жазып қойыңыздар. Келісемін, келіспеймін деген. Мына балалар дискрипторы жалпы екі ойын бағаланады. Тұжырымды болып, келісемін, келіспеймін деген жаңағы белгіні қоясыздар. Түсінбедім дегенге шынға шығын. Қызық түсіндім, сары орташа, жасыл түсінбедім. Шыдамдар шығасың, асыңыздар жазғанда.
және қойған